Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге балалардың ең сүйікті тәттісі чупа-чупс дайындайтын боламыз. Ең оңай жасалу жолы видеоның соңынан көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған табамызға изомальтымызды саламыз. Изомальт кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Мына жерде мен аз порция қосып қойдым, сол үшін үстінен тағы да аздап салып жібердім де қыздырып осылай еріттім. Ештеңе қоспайсыздар, тек осылай изомальтты қызып тұрған табаға салсаңыздар өздігінен осылай ериді. Изомальттарымыз ери салысымен осындай силиконовый қалыптарға құйып шығамыз. Бұндай қалыптар кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады, және осындай шпажкаларымызды алып оны да қолданатын боламыз. Еріген изомальтымыз өте ыстық болады, абай боламыз қыздар, қолдарымызды кетіріп алмаймыз. Осылай қасықпен алып құйып шығамыз. Және де құйып шыға салысынан кейін шпажкаларымызды орнына салып шығамыз. Қалыпта өзі орны көрініп тұр, сол жерлерге шпажкаларымызды тығып шығамыз. Қалыптарымызға құйып болғаннан соң 20-25 минут бойы бөлме температурасында осылай қатып шығады. Негізі изомальтқа өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша краситель қоссаңыздар да болады, бірақ маған краситель қосқан ұнамайды, сондықтан осындай прозрачный чупа-чупстар шықты. Балалар сүйіп жейді. Салу жолы өте оңай, әрі қолжетімді. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін қыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызық, күшті тәттілердің рецептісі болады. Балаларға жай ғана жеу үшін емес, және де тортқа да қолдансаңыздар болады. Оформлениеге өте тамаша үйлеседі.